Өте дәмді 2 килограмм шығатын молочная девочка тортын жасаймыз. Барлық қоспалар бөлме температурасында болу керек. 600 грамм сгущенка, ірі жұмыртқа болса 3, майдасы болса 4 қосамыз. Жақсылап миксерлейміз. 72%-тен жоғары сары май қосамыз. Маргарин болмайды. 280 грамм ұн қосамыз. 20 грамм разрыхитель қосамыз да жақсылап миксерлеп аламыз. Бізде сұйықтау қамыр пайда болады. Асты жағында ұн қалып кетпес үшін лопаткамен бір араластырып аламыз. Енді бізге сапасы жоғары пергаментке форма келтіріп сызып аламыз. 22-24 диаметрлі. Осылай 3 қасықтан салып, жағып шығамыз. 180 градуста 5 минут піседі. Енді кремін жасауға кірісеміз. Творожный сыр 300 грамм және құмшекер 120 грамм. Сливки 33%-дан жоғары болу керек, одан да 300 грамм қосып, жақсылап миксерлейміз. Сливки мен творожный сыр холодильникте 4-5 сағат тұрған болу керек. Осындай 10 штук корж шығады, енді тортымызды жинауға кірісеміз. Кольцомызға салып, коржымызды оның үстіне 3 қасық крем жағып, осылай бір-бірінің үстіне корж, крем қылып жағып шығып, холодильникке 3-4 сағатқа қоямыз. Менікі холодильниктен тұрды. Осылай кольцодан аккуратно шешіп аламыз да. Енді торттың сыртын тегістейміз. Ол үшін бізге мешок пен пайдың насадкасы керек болады. Осылай мешокқа торттың кремімізді салып алып, торттың сыртына жағып шығамыз. Барлық жеріне жағып шығамыз. Осындай лопаткамен шпательдер керек болады. Тегістеу үшін осылай тегістеп шығамыз. Барлық жерін көп айландырып тұра беруге де болмайды. Креміміз еріп кетеді. Барлық жерін тегістеп шығамыз. Оформление өз еркілеріңіз. Шоколад ертіп, жанына пачок істесеңіздер болады. Гүлдермен, ягодалармен оформление жасауға болады. Неше түрлі кондитердің заттарын сататын дүкенде оформление жасайтын заттар көп. Соларды алып, оформление жасасаңыздар болады. Осылай аккуратно алып, осындай торт салатын ыдысымызға саламыз. Рецепт ұнаса лайк қойыңыздар, ырза болып қаламын.